Сатиева Гүлдана. Осы Гүлдана сияқты болмайсыздар ма? 8 сабаққа 7 жарымда келеді. Қожатай Верлан. Қайда енді? Қайда жүрсің? Ешекенде бұзауым жоғалып Дүйсенбаева Калима, Базарбаев Жанболат, Тиханбаева Нұргүл, Барлық апай. Ергенбекова Данил. Осындамын апай. Қалта неге сүртілмеген? Кешіріңізші, мен едім ғой, кезекші. Енді мен келмей тұрса сүртпаймайсыңдар ма соны? Ой, апай, Мені мен сасықтым ма сонда? апай, мен Күн балалардың күнделіктері толтырылған ба? Қазір осы сабақтан жинап маған алып кел, тексереміз. балалар күнделіктерін тез толтырсаңдар, еш қиындық толмаған. Болды, балалар, 11 сыныппыз. Жақында ұстаздар күні келе жатыр, білеміз, соған күшті дайындық керек. Ұстаздарымызға керемет бір концерттік бағдарлама қойып бермедік па? Ау апай. Жанымызға сыныптарда қыздардың бәрі пісіп қой, 2 қызды алып алды, сценарий дайында. Онда Асия мен Гүлжанат көмектесінші. Онда сен сценарий жаса, Асия сен ұйымдастыр жарема, мен кеттім директорға. Biz bunu мәнді де, сәнді де бұл өткіземіз болды. Айындамаңыз, апай. Ал кімде қандай идея бар? Осы шоу бәріміз қатысайықшы, мен қатыспаймын демен деп. Идея айтыңдар. Давайте онда бір хор айтып жіберейік. Соңғы жылымызға вальс білейік отырсыздар. Ой, осы сендер 11-ден кейін үйленіп кететін сияқтысыңдар сұрағым. Онда мен музыка басып берем, бәрібір вальс билетін мен. Сен нормально өлең қосшы. Камшат, сен неге қатысасың? Не Камшат, не? Сен ұстаздар күніне арнап өлеңдер оқымайсың ба мәнерлеп? Не, мен оқи беремін. Қалима, сен неге қатысасың? Қыздар білесіңдер ғой, мен математикадан олимпиадам бар, мен соған дайындалым керек, Осы мен қатыса алмаймын, мен дайындала беремін. Арамызда бірақ қыз ғана оқиды, барып Жарайды, грамота алып кел. Досым, сен не істеп жүрсің? Ары бері бірдеңеге қатысашы. Біресе МДП кезін, біресе мынандай формамен. Не істеп жүргенде мен тұлдалып тұрып Қоймашы, бұл саған 9 май емес қой, ұстаздар күні емес пе? Бірдеңеге қатыс енді. Қазір. Вальс дейміз ғой, бермеймін саған. Достар, одан да барлығымыз концерттен кейін асханаға мұғалімдерімізге бір дастархан жайып берейік, Анау асханада апайлармен сөйлесейік, бізге күшті бір ыстық тамақтар жасап берейік. Жоқ. Біздің өзіміздің Данилечка бар емес па? Маңқысы барлар, Гүлжанат, осы сенің бар ма? Данилечка дегеннен қорқам бар ғой. Маған ше, Данилечка дей бермеші, ертең мектеп бітірген соң қонағым қалай күтейін деп жатсың? Данилечка, осы соңғы рет пісіріп берші, Данилечка, білесің, сендер үшін ғана мощный қылып лағынан созып алып келемін, Қыздар оданда апайларға мерекеден крем заказ бермейміз ба? Қыздар, балалар қоя тұрыңдар, сыйлықты қоя тұрыңдар, тамақты қоя тұрыңдар, оформление не істейміз? Баннер заказ беру керек.
Я мына жерге көк шарларды ілейік. Ой, қыздар только көк цвет емес, оранжевый, розовый, фиолетовый цветтер бар емес пе? Соны таңдайық. Ештеңе жақпайды. Жарайды қыздар, онда мен осы жолы Абай Құнанбаев ұстазы еткен жалықпас өлеңін оқып берейін. Келесі жолы кәмшат дей бермеңдер маған. Осы 11 класста кейін жақсы болатын шығар, өлең оқымаймыз, ештеңе қатыспаймыз, бақытты болатын болып қой. Ой, Кәмшат, сен олай айтпа. Осының өзі бақыт емес пе, иә? 11 сынып, дайындалып жатырмыз. Нағыз бақыт. Байбір мен вальс. Ой, қойшы, ладно, кеттік, қайтып билейміз, тез тұрамыз. Бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты сол дәрігені түндері. Бақыт өткен азаптанса күндегі. Бақыт деген сені бала күндері. Бақытсыздан бақытты болып жүргенім. Бақытымда басқасында білгенім. Бақытсызда ойнап күлгенім. Бақыт деген сені бала күндері. Бақытсыздан бақытты болып жүргенім. Бақытымда басқасында білгенім. Бақытсызда ойнап күлгенім. Бақыт деген әркімдерде бір арман. Сол арман Құрметті ұстаздар, аяулы ұстаздар, келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Сендердің денсаулықтарына күш қуат берсін, төзім тілеймін. Алдағы жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет.